Құрметті оқушылар, Нұр Әмір арнасына қош келдіңіздер. Арнамызға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Бүгін біз табын жөнінде өтетін боламыз. Жалпы қазақта табындар қалай аталады? Табын дегеніміз жалпы үйір деген мағынаны білдіреді. Түйенің табыны, яғни үйірі, келе деп аталады. Жылқының табыны үйір деп аталады. Сиырдың табыны табын, қойдың табыны отар, арқардың табыны қорамта, қасқырдың үйірі әуек, жыланның табыны орда, құстардың табыны үйірім, шегірткенің табыны шаң деп аталады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.